Жаттығу жасағаннан кейін су емес, сыра ішіңіз. Ол судан қарағанда пайдалырақ екен. Тіпті кей марафондардан кейін спортшылардың сыра ұстап тұрғанын да көруге болады. Бірақ бұл оның пайдалы екенін дәлелдей ме? Талдап көрейік. Жаттығу кезінде адам терлейді. Термен бірге ағза тек суды емес, натрий, калий сияқты электролиттерді де жоғалтады. Сондықтан ауыр немесе ұзақ жаттығудан кейін ағзаға су мен электролиттер қажет. Ал сыраның құрамында су, көмір су және аз мөлшерде минералдар бар. Сондықтан кей адамдар оны спорттық сусындарға ұқсатады. Алайда алкогольді сырада этанол болады. Ал алкоголь несеп айдайтын әсер беріп, керісінше ағзаны сусыздандыруы мүмкін. Зерттеулер көрсеткендей, аз мөлшердегі сыра судың қасында аса көп зиян тигізбеуі мүмкін. Бірақ оның судан артық пайдасы да дәлелденбеген. Ал алкогольсіз сыра ағзаны қатты сусыздандырмайды. Бірақ ол да су немесе арнайы спорттық сусыннан тиімдірек деп айтуға нақты дәлел жоқ. Су-тұз балансын қалпына келтіру үшін ең қауіпсіз нұсқа су. Ал ұзақ әрі ауыр жаттығудан кейін электролиті бар арнайы спорттық сусындар. Ал сіз жаттығудан кейін не ішесіз? Су ма? Спорттық сусын ба? Пікірге жазып кетіңіз.